Қымбатты көрермендер, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Жалпы енді Бекбол сәуір-мамыр айларында білеміз, үздік педагог байқауының ағымда енді қалалық кезеңі өтті. Сол қалалық кезеңде жеңімпаз атанған жеңімпаздар бүгін енді бізге бағдарламамызға, студиямызға қонақ болып келіп отыр. Өздерінің жетістіктерімен жеткен бір өздерінің жеке бағдарламаларымен, әдістерімен көрсетіп ұсынатын болады. Үздік ұстаздар дейікші. Үздік ұстаздар. Таныстырып өтсек, бүгін енді 19-шы мектептің мұғалімі Алмас Сансызбайұлы, содан кейін 21-ші мектептің мұғалімі Гүлмира Болатқызы келіп отыр. Қайырлы таң. Ұстаздармен енді бізге қалай сұхбат алу қиынырақ. Әрине, өйткені біз күні кеше ғана біз де студент едік, кішкене. Жалпы енді таңғалай айтады сіздер үшін, ұстаздар үшін. Жаса күн батқан білмей қаламыз, күні жүгіріп біз күнде жүгіріс қазір кезде. Қазір енді мамыр айы тем более кез келген жағдайда мысалы оқу жылын аяқталып қалды бізге. Сондықтан күнде таң жақсартады біз өзімізге. Қағазбастылық қалай қазір шүкір? Қағазбасы енді жылдан жылға азайып келе жатыр біраз. Өзім информатика мұғалімі болғандықтан қағазбасылығы біраз азайып келе жатыр. Но әлі де бар. Сезіледі. Биылғы оқу жылында азайғаны. Жалпы енді байқауға қатыстыңыздар, бұл байқау шарттарын айтып өтіңіз, жалпы енді қалай талаптар, мысалы сәуір-мамыр айларында болды, негізгі талаптар осындай болды. Біз осындай жоба немесе бір осындай тақырыппен өзіміздің жұмысымызды ұсыну керек едік деген бір. Бұл негізі үздік педагогқа біз өзіміз айтсам 4 жылға қатысып келдіміз. Бұл енді үздік педагогтың әрбір жыл сайын өзінің критерийлері болады. Яғни 4 критерий болады және жеке құжаттары болады. Жеке құжаттарға өзіміз мәліметтерімізді тіркейміз. Бірінші критерий ол педагогтың құзыреттілігі, жаңағы қандай тәжірибеміз тарқаттық, қандай нелеріміз бар, жаңағы жетістіктеріміз бар, осы бірінші критерийде. Екінші критерийде ол жаңағы біздің жинап жатқан жұмыстарымызды тәжірибеге таратқан эфирлерге шыққан, соның барлығын жаңа жинақтап, әдістемелік методиканы жинайды осы жерде. Екінші критерий. Үшінші критерий балалардың жетістіктері. Жаңағы ол қай жерде байқауларға қатысты, осының бәрін жинақтап беріп отырамыз. Одан кейін төртінші критерий жаңағы бізде пікірлер. Қайда не пікірлер берді бізге, сол қандай марапаттаулар болды, осының барын жинастырып отырамыз. Яғни бұлай айтсақ, сіздердің жасаған, мысалы бір жылдық па, бірнеше жылдық жұмыстарыңыздың бір қалайды, нәтижесі қалайды? Соңғы 5 жылдың нәтижесі. Соңғы 5 жылдық нәтижесін ұсынасыздар, содан кейін ол сыналады, қаралады, зерттеледі, сосын сіздерге не береді, қалайды? Марапат береді, мысалы, бірінші, екінші оның барлығын біз дәлелдеме түрінде көрсетеміз, жаңа мадақтамаларымызды барлық аналитикалық есептерден бастаймыз. Және де оны осы сайысқа қатысқанда біз әрине ең басты соңғы 5 жылдың өзіміздің жаңағы іс-әрекеттегі зерттеуімізді көрсетеміз. Қандай нәтижеге жеттік, яғни қандай мақсат қойдық, қандай нәтижеге жеттік, қандай жаңағы қорытынды алдық, өзіміздің жаңағы жағымды, жағымсыз жақтары өзіміздің алған бөлігімізді көрсете аламыз. Содан бұл өте ірі сайыс, бұл өте сондай құнды сайыс әріптес үшін, мұғалім үшін. Сондықтан бұл жерде мұғалімнің өзін жеке дара шығармашылық қабілетін көрсетеді. Яғни бүгінгі деңгейде, бүгінгі уақытта жаңағы 21 ғасыр мұғалімі қандай болу керек, өз алдында отырған жаңағы оқушыны қалай тәрбиелеу керек. Содан ол біздің жаңағы үлкен тәжірибе таратуымыз, жинақтауымыз, бөлісуіміз, бұның барлығы бір дүниеде көрсетеміз деп айта аламыз. Қала мектептерінің ұстаздары қатысты, яғни, жалпы неше мұғалім қатысты ба? Бізге ондай ақпарат берген жоқ негізі. Көп мұғалім қатысты неді? Жылдан жылға пәндері әртүрлі, ол әртүрлі пәндер. Әйтеу жетерліктер дейсіз ғой, ұстаздар. Жалпы енді ұстаз ретінде қашаннан бастап жұмыс жасай бастадыңыздар? Кешіріңіз ма? Мен енді 20 жыл болды, менің еңбек өтілім. Бүгінгі күнде сол 21-ші жалпы орта білім беру мектебінде толық 14 жыл жұмыс жасаймын. Менде негізі 9 жыл, бірақ ішіне әскери қызмет кіріп тұр, сондықтан да бір 8 жыл ғана жұмыс істедім. Ауылда 6 ай жұмыс істедім, содан келіп 19-шы мектеп жұмыс істеп кірдім. Керемет. Жалпы енді осы үздік ұстаздар алғаш педагог болып жұмысқа орналасқан кезде қандай әсер болды? Енді есте шығар енді. 20 жыл бұрын Гүлмира Болатқызы 20 жыл қандай болдыңыз? Еске алып жатқан шығар. Әрине, ол кезде жаңағы менде ауылда, өзімнің Баянауыл ауылдарында, Жайомыс ауылында Бақыт Қайдаров атындағы жалпы орта білім беру мектебінде бастадым. Ол кезде енді әрине жаңағы бұл кейіпке кіруге міндеттісің, өйткені қорқасың, алдында оқушылар отырады. Бара-бара әрине ол кейіптен шығып, шынайы жаңағы ұстаздың бет әлпетіне кіріп, одан әлі көде шыға алмай жүрміз ғой. Жалпы енді әр студент енді қазір тәжірибеге барып жүрген. Қанша уақыт тәжірибеден өтсе де, нағыз ұстаз ретінде жұмысқа орналасқан кезде
қорқыныш болады. Бұл ретте жас студенттерге ақыл кеңесіңіз бар ма? Нені қаперде ұстау керек? Жуырда ғана осында дәлелдеме ретінде айта кетейін. Менің өз мектебімде жаңағы 5-11 сыныптар аралығында өз қолынан тәрбиелеп география пәнін ұбт-дан таңдап алған оқушым алғаш рет біздің мектепте мемлекеттік тілде жаңағы алтын белгі иегері болды. Енді жуырда міне 1,5 айға маған жаңағы Павлодар мемлекеттік университетінің қазіргі туризм және география факультетінің студенті Қасен Үмітжан келіп менде жаңа мемлекеттік тәжірибеде өтті. Әрине ол жаңа өзімнің оқушым болғаннан кейін және де қазір студенттік дәрежесі болғандықтан біріншіден қазір жаңартылған білім беру бағдарламасында болып атқан өте көптеген өзгерістерді бірден-ақ сүйсініп қарауға итермеледім. Себебі қоғамда әрине ол қазір өте баяу қабылданып жатыр. Алайда егер терең алатын болсақ, біздің қоғамда осы біздің ұлттық жаңағы алғашқы педагогикалық моделі қалыптасуда, заманауи модель. Сондықтан мен өз алдыма келген жаңағы оқушыма, студентіме жаңағы ешқандай қорқынышсыз, өз-өзіңе сенім бол, креативті бол, шығармашыл бол, сонда ғана сенің барлық алдындағы есіктер ашылады деген жаңағы қағидамен шығарып салдым. Жалпы енді қазіргі уақытта 21 ғасыр деп жатамыз, әлемнің барлығы жаһанданып жатыр. Мына жаңа дүниелер, ақпараттандыру заманы, жаңа технологиялар заманы. Бұл ретте ұстазды мысалы сабақ беру барысында өзінің жаңа технологияларды қолданып жатады. Кейде мысалы шын мәнінде біздің сабақ студент болып оқуымызды аяқтағанымызға бірқатар жыл болса, қазір қарап отырсақ, мысалы өзіміздің сіңлілерімізге, қарындасым, мысалы бауырларымызға тіпті қазір қиындап кеткен. Тіпті білім саласы да қиындап кеткен, одан бөлек енді. Жалпы енді барлық сала ғой. Бұл ретте білім саласы енді ол адамның өмірін негізі қалайтын кірпіш болғандықтан бұл тіпті. Ал енді жаңағы байқауға оралсақ, алдыңызда Алмас Сансызбайұлы кітап тұр. Сол кітапқа тоқталып өтсеңіз, бұның ішінде не бар? Жаңа мен айтып өттім, негізі осының ішінде барлық нелерімізді, жұмыстарымызды жинақтаймыз. Мысалы дискке саламыз, видеоматериалдарымыз, бейне ақпараттарымыз болса, және де өз жайымызда материалдарды жинақтаймыз осы жерде. Бұнда енді өтінім, одан кейін жаңағы педагогтың кәсіби құзыреттілігі, жаңағы біліктілікті арттыру болды бізде осының ішінде жатады. Сонымен қатар акттың жаңа пайдалану, байқауларға қатысу болады, және зерттеу жұмыстар нәтижелері болады. Осының барлығын біз жинақтап, оқып көретінде бұны негізі біз республика байқауда осы кітап ретінде шығарамыз. Бұл сізге ғана тиесілі кітап, өзіңіздің нәтижелері, жетістіктеріңізге жетті? Өзімдікі, және оқушылардікі, және пікір бәрі осы жерде бір жерге бір кітапты. 7 жыл бойы не істедік, соның барлығын қамтып осының ішіне саламыз біз. Не істедік, қаны дәлелдеме ретінде осының ішіне жинаймыз барлық нәрселерді. Көрермендер, біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейік, бүгін бізде қонақтарымыз студияда үздік педагогтар келіп отыр. Ол Алмас Сансызбайұлы және Гүлмира Болатқызы. Сұхбатымызды жалғастырсақ жалпы, өздеріңізге тоқталып өтсек, жаңа ғана біз бейнебаян барысында сұхбаттасқан едік, қанша жылдан бері осы байқауға қатысып жүрсіздер? Осы уақыттың ішінде енді мысалы кезең-кезеңдеріне тоқталып өтсеңіздер. Нешінші орын алдыңыздар? Республикаға шыға алдыңыздар ма осы? Жаңа мен айтып өткенде 4 жылға қатысқан болатынбыз негізі. Бұл кісіден 4 жыл қатысты. Бұл енді байқау негізі қалалық кезең болды. Қалалық кезеңден бізге облысқа 4 жолдама берген болатын. Сол 4 адамның ішінде мен болған болатын облыстан былтырғы оқу жылында. Одан кейін барып бізді облыстан іріктеп алып, біз 2 мұғалім шыққан болатынбыз республика байқауы кезеңге. 3-ші кезең, сол соңғы кезең республика байқауында жаңа жеңімпаздар аталып шығып жатады. Егер біз жеңіп қалған сәтте, біз келесі жылға біз үміткер ретінде тағы да шақырады. Егер қатысыңыздар десеңіздер, өз еркімізде негізі бұл байқау әр мұғалім. Сондықтан біз жылдан жылға өз жұмыстарымызды жинақтап әрі қарай жалғастыратынбыз. Толықтырып отырамыз. Ал сіз? Мен де 4-ші жыл, алайда менгі алғашқы 3-ші жыл, былтырғы жыл оқу жылында қалалықтың лауреат атандым. Биылғы қалалықтан 1-ші орынға ие болдым да, және Алмас Сансызбайұлы екеуміз облыстық кезеңге шықтық аман есен. Облыстық кезеңде енді кішкене қалайды? Бәсекелестік кішкене қиындай түседі, бұл жерде енді барлық аудандардан келеді дегенде. Аудан бар, облыс мектептері, дарын мектептері. Дарын мектеп мұғалімдері бар. Жалпы енді Алмас Сансызбайұлы, сіз өткен жылдары республикаға қатыстыңыз, ол қалай? Ол жерде критерийлер өзгертіле ме? Жоқ, осы бір талапты, жаңа талапты біз беріп отырамыз. Әрине өйтімді жаңа облыс мұғалімдерімен біздің жұмыстарымызды қарастырады, салыстырады, кімнің ұпайы жақсы, сол мұғалімдерді жіберіп отырады.
әрбір кезеңде. Одан кейін барып жаңа республикада бүкіл облыстық жинайды, сол жерде түгел қарастырып, жаңа кім жұмысы жақсы, сол жерде орындарды беріп жатады. Ал жалпы енді бұл үздік педагог байқауы не береді мысалы ұстаздарға? Әрине бұл бір жағынан жинақталып қалады барлық дүние, 5 жылдық, 6 жылдық жасаған дүние жинақталу, жарайды бұл ұстаз үшін өте керемет. Бірақ жалпы менің ойымша өз жеке пікірлеріңізді айтып өтсеңіз. Менің ойымша мұғалімнің өзінің еңбегінің деңгейін көрсетеді. Қаншалықты мұғалім еңбек етеді, шынайы еңбек ете ма, мұғалімнің шығармашылық қабілетін, мұғалімнің жаңағы бүгінгі күндегі заманауи талаптарға сай ма, сай емес пе, қаншалықты мұғалім оқушымен арасында көпірді орната алады, қоғаммен көпір орнатады, және де қазіргі уақытта біздің қоғамымызда ұстаздар арасында жаңа желі қауымдастық деген бар, сетевое сообщество дейді. Соның қаншалықты жаңағы осы желі қауымдастықтарды еңбек етеді. Яғни барлығы мұғалімнің жан-жақтағы өзінің іс-әрекеті. Керемет. Және бейнебаян барысында айтып қалдыңыз, негізі мына байқауға қатыспайын деп едім деп. Неліктен? Қалай келдіңіз ол байқауға? Жаңағы өзімде негізі стимул болады, адам ел кезегі үшке дейді, осы республика кезеңге сол 3-ші рет қатысайын деп тұрмын негізі. Алар сағат облыстан өтсек, сол ел кезегі республикадан 3-ші рет көріп, сосын ар жағын көре жатамыз енді. Қалай болатынын. Ал республикалық кезеңнегі жалпы не береді мысалы? Жеңіске жеттіңіз делік. Ол жерден де қомақты ақша тұр. Одан басқа жаңағы ол тек қана ақшадан мәселе емес, одан басқа енді облыс уже тани бастайды. Мысалы біз қазір әлі ешкім танып болмайды, мысалы осы жағдайда мысалы кім екенін біледі, мысалы кейбір мұғалімдер, мында уже өзін енді өзінде таныта біле бастады, мысалы бүкіл республика кезінде. Негізі осы сайысқа кездесіп қатыстыңыз иә? Негізі өзімде кездесіп қатыстым, мен бүкіл сайысқа қатыса беретінмін. Өзі онамда сондай болдым. Тек қана өзім емес, балаларымда шындар ретінде мен тек қана алда жүріп, өйткені қазір балалар жан-жақты дамыту үшін ең алдымен ұстаз өзі алда жүру керек бірінші. Өйткені оларға да біз бағыт-бағдар беріп тұрмыз, дұрыс бағытта болу үшін. Сондықтан да кез келген мұғалімдер облыс кезеңінен қатысқан кезде біз кез келген сайыста мұғалімдермен танысып, оның тәжірибесін өзі алмасамыз, сондықтан мақсатта өзім қойып отырып, және де балаларды артта қалдырған жоқпын. Оларды қатыса бастадық уже. Сондықтан өзіміз ары осы мақсатында. Сұхбат барысында айтуды ұмыт еткен сияқтымыз, қай пәннің ұстазысыздар? Мен тарих және географияны 20 жыл қатарынан беремін. Сіз? Мен информатика мұғалімі. Информатика. Жалпы енді білеміз, өткен жылдары елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы педагог мәртебесі, ұстаз мәртебесі дейді. Қазіргі таңда мына әлеуметтік желіде жалпы енді көптеген жағдайлар кездесіп жатады. Мына күні кеше ғана өкінішке орай енді әлеуметтік желіде байқап қалдым, балабақшадағы жағдай орын алды, кішкентай балаларды енді. Олар да енді педагог қой, олар да ұстаз, енді ол мектепке дейінгі білім беру қалай ұстаздар болса да, мұғалімдер болса да, онда да жауапкершілік қажет. Тіпті кішкентай балалар бұл жерде енді ешқандай кінәсі жоқ қой. Ал сіздер енді қазіргі уақытта, қазіргі деңгейдегі еліміздегі педагог мәртебесі қаншалықты деңгейде, қалай ойлайсыздар? Қаншалықты сіздерге көп көңіл бөлінеді? Әрине бағдарлама барысында ғана басында айтып өттік, бізде қағазбастылық деген дүние бар. Әлі де сонда да жеңілдіктер қарастырылып жатса да, әлі де арыла алмай жатырмыз өкінішке орай. Ал мына оқушылардың ұстазға деген сыйластығы, мысалы, көзқарасы қалай? Мен бірінші айта кетейін енді. Менің ойымша, ол әр адамның өзінің жаңағы ниетіне қарай, өзінің жаңағы мінезіне қарай. Сосын бірақ біз адамнан педагогқа шығамыз. Ал енді оқушылармен, ата-аналармен, қоғаммен қарым-қатынас менің өзі жеке дара ойым, ол ұстаздың өзінің іс-әрекеті. Егер ұстаз өзінің өзіне сенімді, күнделікті уақытта осылай біліктілігін арттырып отырса, өзінің ісіне жауапты бола алса, өзіне күнделікті өмірде өзінің білімін толықтырып отырса, әрине қоғамда оқушы да, ата-ана да ондай мұғалімді, ондай ұстазды жоғары деңгейде қабылдайды. Рахмет. Бүгін енді бағдарламамызға келіп, өздеріңіздің пікірлеріңізбен осы жеңіске жетіп жатсыздар. Енді бөлісіп жатқандарыңызға көптен көп рахмет. Облысқа жолдама алдыңыздар. Енді біз сіздерден жақсы жаңалықтар күтеміз. Мына 19-21 мектепті ғана емес, жалпы облысымызды, өңірімізді биік деңгейде көтере беріңіздер. Сіздердей ұстаздар барда біз әрқашанда білім беру саласында жақсылықтар, жаңалықтардың болатынына сенеміз. Жеңімпаз атансаңыздар, біздің студиямызға міндетті түрде келіңіздер.